Мұзды өлке. Толқыны ақ көбік атқан теңіз жағасында Эрендел атты алып патшалық бар еді. Бұл патшалықтың тұрғындары да шетінен шат-шадыман, бақытты ғұмыр кешіп жатқан. Әсіресе түнде жанатын солтүстік шұғыласы аспанды жарқыратып, ерекше ғажайып күйге бөлейтін. Алайда сәні мен салтанаты келіскен патша мен патшайымның жан баласын ашпайтын бір құпиясы болатын. Олардың үлкен қызы Эльза ерекше сиқырлы күшке ие еді. Оның бойында кез келген дүниені әп-сәтте мұзға айналдырып, жаздың аптабында да қар жаудыра алатын қасиеті болды. Ал кіші қыздары Анна әпкесін қатты жақсы көрді. Апалы сіңлілер Эльза жасаған қар қалашықтарында бірге ойнағанды сүйетін. Бір күні түнде Эльзаның сиқырлы күші байқаусызда Аннаға тиіп кетті. Патша мен патшайым дереу сиқырдың күшін қайтару үшін оларды тролльдер патшалығына апарды. Тролльдер Аннаның жазылып кететінін айтты. Алайда олар енді Эльзаның бойындағы сиқырдың күші бұдан бетер күшейе түсетінін, сондықтан оған абай болып, өзін бақылауда ұстауды үйренуі керектігін ескертті. Эренделге қайтып оралған соң, Эльза өз бойындағы алапат күшін бақылап ұстауға тырысты. Ол енді Аннадан аулақ жүруге бел буды. Сонда ғана оған кесірім тимейді деп ойлады. Ал Аннаның ақыл есін тролльдер дуалап қойған еді. Сондықтан ол Эльзаның сиқырлы күші туралы баяғыда ұмытып кеткен. Аяқ астынан өзінен бойын аулақ ұстаған әпкесінің бұл қылығын Анна түсінбей ақ қойды. Ол Эльза өзімен еш ойнағысы да, сөйлескісі де келмейді деген оймен іштей булығып бой жетті. Күн артынан күн өтіп, әпкелі сіңлілер есейіп, етек жияды. Әкесінен қалған патшалыққа ие болу үшін Эльза басына тәж киіп, өзін патшайым деп жариялады. Енді олардың арасы мүлде суып, алыстай түсті. Саяқ өскен Анна жалғыздықтан қатты жапа шегетін. Жаны жабырқап жүрген Анна әпкесі өзін патшайыммын деп жариялаған әлгі салтанатты рәсімде Ганс атты ханзаданы жолықтырады. Бұған ханзададан бұрын Анна қатты қуанады. Анна мен Ганс бір-бірін бірден ұнатып қалды. Сол кеште екеуі қол ұстаса би билеп, таң атқанша сырласады. Анна екеуінің тезірек атастырылғанын қалады. Алайда, мұны естіген Эльза, «Бір-ақ рет көрген адамыңа қалай тұрмысқа шықпақсың?» деп қатты ренжіді. Оған Анна, «Ал мен бұдан былай жападан жалғыз өмір сүргім келмейді, шыдамым таусылды» деп бой бермейді. Ашуға бұлыққан Эльза аңдаусызда бүкіл елдің көзінше қолынан мұз сүңгірлерін шашыратып жіберді. Құпиясының бәріне әшкере болғанына қапаланып, әрі біреуге кесірімді тигізіп аламын ба деп қорыққан Эльза сарайдан қашып шықты. Оның әр басқан қадамынан жер-көктің бәрі мұзға айналып отырды. Эльза тау бөктеріне жеткенде ғана жеңілдеп сала берді. Сабасына түсіп, сабырға келді. Жылдар бойы тізгіндеп ұстаған бойындағы бұл күшін емін-еркін босатқысы келді. Ол таудың құзар шыңына мұздан қала салды. Өзін азат, әрі еркін сезіну оған қатты ұнады. Ал бұл сәтте Анна неліктен ұзақ жылдар бойы Эльзаның бұдан бойын аулақ ұстағанының себебін түсінген еді. Әпкесі аңдаусызда сіңлісіне кесірімді тигізіп алмайыншы деп қорыққан екен ғой. Эльзаның соңынан іле-шала Анна да жолға шықты. Ол қиын сәтте әпкесінің жанынан табылғысы келді. Тау баурайына жете бергенде, астындағы аты мөңкіп, Анна қарға ұнаған қалпы құлап түсті.
Абырой болғанда жақын жерде бір дүңгіршек бар екен. Соған барып жан сақтады. Ал ол үйшіктің ішінде суықтан әрі ашудан қалш-қалш етіп отырған жас жігітті жолықтырды. Жігіттің өкпелейтіндей жөні бар. Жаздың қақ ортасында жауып, айналаны басып қалған қар мен мұз, бұған дейін мұз сатып, нәпақасын тауып келген жас жігіттің саудасын саптиған еді. Ол мұз бен қарлы боранның қай жақтан келіп жатқанын да білетін болып шықты. Мұны естіген Анна қуанып кетті. Тілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар деген осы шығар. Анна жас жігітке жата кеп жармасты. Өзіне жол серік болса, еңбегін жемейтінін, ақшасын төлейтінін айтты. Жігіттің аты Кристоф екен. Кристоф оны солтүстік тауына қарай алып өтіп, жол көрсетуі тиіс еді. Анна сол жақтан Эльзаны тауып алмақшы. Кристофтың Свен атты бұғысы бар екен. Екеуі бұғы жегілген шанамен жолға шықты. Таудың ұшар басына таяғанда, олардың көз алдарында тамаша көрініс пайда болды. Эльза айналаның бәрін сан алуан сәуле шашқан мұз сынықтарымен көмкеріп, безендіріп тастапты. Эльза аққала да жасапты. Ол сөйлейтін аққала боп шықты. Аты Олаф. Ол Аннаның жаз мезгілін қайтару туралы ойын қатты ұнатып қалды. Сөйтіп оларды Эльзаға апаруға келсе кетті. Келе жатқанда алдарынан сәулеті мен сұлулығы көз қарықтыратын, сәні мен салтанаты келіскен зәулі мұз сарай шыға келді. Мұның да сәулетшісі әпкесі Эльза екен. Анна Эльзаның осыншалықты пәрменіне, бойындағы бұлақ күшіне қатты таң қалды. Сәулетті мұз сарайы оны таң тамаша етті. Бірақ бәрібір ол Эльзаның үйге оралғанын қалады. Ал Эльза Эрендел халқы енді оны қабылдамайды деп ойлап, патшалыққа қайтуда бас тартты. Оның үстіне өзі де халыққа кесірін тигізуден қорқатын. Сол арада әпкелі сіңлілер сөзге келіспей қалады. Эльза байқаусызда сіңлісінің кеудесінен итеріп жібереді. Сол-ақ екен, мұз сүңгісі Аннаның жүрек тұсына кіріп кетеді. Эльза тез арада тағы бір аққала жасады. Ол Олафтан әлдеқайда үлкен еді. Оған Маршмеллоу деп ат қойды. Маршмеллоу Анна, Кристоф және Олафтың таудан тездетіп түсуіне көмектесті. Қауіпсіз жерге жете салысымен Кристоф Аннаның шашы ағарып бара жатқанын байқады. Кристоф дереу оны тролльдерге жеткізді. Тролльдер Аннаға көмектесе алмайтынын, енді біраздан кейін қыздың басынан бақайшағына дейін мұзға айналатынын айтты. Өйткені мұз сүңгісінің ұшы оның жүрегіне барып қадалған екен. Бірақ, деді олар, шынайы махаббат пен мейірім ғана оның жүрегіндегі мұзды ерітіп, аман алып қала алады. Олаф пен Кристоф тез арада Аннаны Эренделге жеткізгісі келді. Олар, егер Ганс Хансада оны сүйіп алса, Анна тірі қалады деп ойлады. Бұл вақытта Эренделге қайта оралған Ганс қарлы бораннан абдырап қалған қала тұрғындарына көмектесіп жатқан. Сәлден соң Аннаның аты иесіз оралды. Ганс топ жасақтап Аннаны іздеуге өзі шықты. Бірақ оның орнына алдымен Эльзаны тапты. Эльза олардан қорғанбақшы болып біраз қарсыласып бағады. Алайда Ганс ақыры оны тұтқындап Эренделге алып келді. Жұрттың бәріне Эльзаның қауіпті екенін айтып сендірді. Бұл кезде Кристоф та Аннаны Эренделге жеткізген. Бірақ Ганс оны сүюден бас тартты. Сөйтсе, Ганс Хансада Аннаны жақсы көрмейтін боп шықты. Ол бар болғаны Эрендел патшалығының билігін өз қолына алғысы келген екен.
Сол үшін алдымен апалы сіңлілердің көзін құртпақ болыпты. Алданып қалған Анна не істерін білмеді. Бірақ Олаф Кристофтың Аннаны жақсы көретінін байқап қалған еді. Кристоф Аннаны сүйіп алуы керек, сонда ол тірі қалады деп ойлады Олаф. Анна Кристофқа бара жатқан жолай әпкесіне қауіп төнгенін көрді. Ганс оны өлтірмек болып қылышын көтере бергенде, Анна жан ұшыра ұмтылып Эльзаны денесімен қорғап қалды. Сол сәт Аннаның бүкіл денесі мұзға айналып сала берді. Ал Ганстың сілтеген қылышы мұзға соғылып, шашылып қалды. Есеңгіреп қалған Эльза сіңлісін құшақтаған қалпы жылап жіберді. Ол жалғыз сіңлісінен мәңгіге айырылған екенмін деп жүрегі қарс айырылды. Сол сәт Аннаның құрсағына көк мұз біртіндеп ери бастады. Аннаның әпкесіне шынайы сүйіспеншілігінен туған жанкештілігі сиқырлы дуаның күшін жойған екен. Сөйтіп, Аннаның әпкесіне деген шексіз махаббаты мен бауырмалдылығының арқасында Эльза да жазды жер бетіне қайтарған екен. Қайта табысқан апалы сіңлілер бұдан былай бірін-бірі жақсы көруге уәде берді. Мұны көрген Эрендел халқы Эльза ханшайымның қайта оралғанына қатты қуанды. Кристоф та, Олаф та Эренделде қалуды ұйғарды. Ал Эльза болса, Олаф аққала еріп кетпеу үшін оған мұздан бұлт жасап берді. Осылайша бір-бірінің тілін тапқан апалы сіңлілі Эльза мен Анна тату-тәтті, бақытты да баянды ғұмыр кешіп